медовый торт пісірейін деп, ваниль дейді ғой, тестін сөйтіп пісірем. Міне, қазанға бүйтіп су қойып қойдым. Үстіне осыны қоямын да, осы жерге тест жасайтын болам. Суымды бір қайнатып алам. Оған шейін тестісіне кірісетін болам. Бар болған 3 жұмыртқа, 60 грамм май, 2 қасық жарым содаға, қазір 6% уксус құямда, гасить етем. Осының үстінен 3 қасық мед, 4 кәсе примерно тестіміз жабыспайтындай қылып 4 кәсе ұн және те 225 граммдай секер керек. Болды, осылармен жасайтын болам қазір, Алла қаласа. Ендігі осы видеода толықтай қалай дайындалатынын түсірген болатынмын. Дәл осы видеодағыдай қылып жасайтын болсаңыздар, тестіларыңыз жұмсақ болып тәп-тәпті болып шығады. Міне содаға осындай кішкене уксус құйып гасить етіп алдым. Одан қалса 3 жұмыртқаға жаңағы барлық ингредиент, ұннан басқа дүниенің барлығын салып, осылай араластырып алдым. Міне 3 қасық медімді салып жатырмын. Және де осы дайын дүниені қазір жаңа қайнап жатқан суымыздың үстіне қойып, мына жерде секеріміз ерігенге дейін қараймыз. Секеріміз ерді-ау деген кезде үстіне 2 кәсе ұн саласыздар. Енді кәселеріңіз әртүрлі болуы мүмкін, шай ішетін стаканмен құйсаңыз болады. Онды міне осылайынан 7-8 минут араластырып тұрасыздар. Асты қатты жабысып қалмау керек. Осылай көрдіңіздер ғой. Осылай араластырған сайын тестіларыңыз күшті болып шығады. Мына жерде енді видеом түспей қалыпты. Жаңа дайын тестімізді алып, ұнның үстіне салып, осылай ыссы болады. Бірінші қасықпен араластырып қараңыздар. Осындай қалыпты тесті шыққанға дейін араластырып, ұнмен тағы да бір 2 кәсе ұнмен араластырсаңыз, және де менде осылай 7 бөлікке бөлуге келді. Осы 7 бөлікке бөліп, осыларды қазір пергаментный бумағының үстіне жұқалап тұрып илейтін боламыз. Көп медовый торттарда рецепттарды қалың қылып илейді. Маған жұқа болғанын айтты. Міне көрдіңіздер, пышақпен үстінен бөліп қойдым. Және де міне қараңыздар, қандай қалыпты тесті шықты. Күшті кәдімгі жұмсақ. Осылайынан осы 7 бөлікті 180-220 градуста пісіріп аласыздар. Главное, күйіп кетпесін. Сәл золотистый цвет шыққан кезде уже шығарып алсаңыздар болады. Бір 2 минутта піседі. Главное, күйіп кетпеу. Және де бұл жерде мен петмолға сахарный пудра қосып, миксермен соғып, пломбирный крем жасаған болатынмын. Енді әртүрлі қайнатқан крем жасауларыңыз болады. Маған осындай болды қайнатып жатқаннан. Өте нәзік, сондай бұрынғы 25 теңге мороженое естеріңізде ма? Сондай сияқты крем шығады. Және де банағы дайын тестіларымыз бір-бірінің үстіне қойып, осылайынан араларына крем жағып, дайын тортымызды жинақтап, жаңа шетінен қалған дүниелерді осылай оқтаумен илеп, уатып, жаңа тортымыздың жан-жағына үстіне оформление қылып сепсеңіздер болады. Жасап қарап жатсаңыздар, күштеріңіз көп болсын, жеп қарап жатсаңыздар, аз болсын. Енді керемет нәзік шығатын медовый торттың рецептісі. Бұл рецепті маған өзім қайнапам айтқан болатын. Енді керемет шығады. Жасап қараңыздар, өкінбейсіздер.